Баядан берлі бұрынны қытақлайын деп өтемінейсі. Қашан әзір болайын қаршық сыйларың? Бір 40 минуттан да кем болмас. Бірінші партиясын Эльвираға деп оталап пішірдім. Суғансыз анысы. Неге бұлай бұршылдыңсың сен? Бұл баланың кешеден бір лашағаны жоқ. Міне нәрсе деген. Мәхәббәт тамақны тойдырмай, үш пішмақны құшақлап ятып болмай деген. Әміне менің үш пішмақлар. Тамаққа да, құшаққа да. Не қыланасың сен қаршық? Шушы құш түлі қатты қағаз, неше қыз балаға ердемейді сен енді? Башы болған кішіге ердемейді. Бітке өшетіп, тұн яқмайлар. Гіл, жылап отырға демеген. Міне, Алмазбен оралашып қарасынлар әл. Алмаз ақылы бала ол. Жиын келді кетті. Малай шалайыны бек тез ұныттырыр. Қысылма қаршық. Қазіргі яшыларға демші керек түгіл аларға. Алар өз насыбын өзлері таба. Сың біздің заманда да демшінің керегі жоқ еді. Көзгіне жиын, жил безек, жил кечекке түші тұрған еді. Ол гармоншыға еді, қыз қырқынның. Исі кете тұрған еді. Ол гармоншының аузында екі түші болмас. Гармон тарта білгеш бұлдықлы егіт енді. Міне шол вақытта, міне құш тілі қаттығына қағазға болған егітінің есімін yazып берселер. Неға да кеуға шықмаған бұғырыңмын? Әлі тағын, қазіргі ақылым болса. Міне қаршық, қазіргі ақылың болса меңа кеуға шықмаған бұғырым дейсің. Әшыл ақылың білән ұныққа егіт сайлап азапланасың. Қазіргі ақылың әлікісінен яқшақ деп етмәсен мен. Мен бетсен, шықмаған боларым деп айтмадым. Ұзағырақ еліндірған болар едім. Бегірек сыр ешіре білмедім енді. Сен шақыруға барам дедім. Шақырғаш түгіл шол. Ашта сенің қысман ұзатты. Алла, сенің ашуын келсін деп ұзаттырдым. Келіп дәшкен әр бірісіне ашық ес көрсетіп, шекірткен әніп ермәдім. Ойладым да, бардым да. Мына қаршық, ярай мен сеңа насип бұлдым әлей ме? Алайда ашуланшып, атыналар бұйы кешкі ойында сөйлешмей шерген шақлар бар еді. Мына шыл вақытта Осман ұзатып азапланды енді сені. Ола, әлі қошын болғанларын ескәшіріп отырмайын, сен де ашу кетіріп. Мен де ашуланып әйтмеймін де қаршық. Яшылық біту. Шешме сұқмағында жүрегіне құшақлашып, кешкі ойына жетекләшіп қайтып, аулақ еді йылдыз санарға шыққан болып, сайланып қарадық бітімізі бізде. Талашқан шақлар да болды, ташлашқан шақлар да. Біреуде келіп, мына бұл жігітке үйлен, яки мына бұл қызға кеуге шық деген әйтуші болмады. Бегірек бітіріші бекленіп отыра бет Харис. Ерегеріне. Ашықтырма баланы. Өз жайы біле тынышланыр. Ол бет бешік баласы түгел, тауыз шыққан сайын барып керіп әтірге. Білмейм, Харис. Біраз болса да көңілін көрем дейдім енді. Сен де дұрыс айтасың анысы. Қол қошырып та отырып болмай бейді. Өзіңе қарайынды қаршық. Мен сен айтасын айтты мен. Міне, айтты дейерсің. Мен мінуге ешігін ашып қояшақ ол. Бисмиллахиррахманиррахим. 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 Бәлкі ешігін ашарсың да. Міне баланың көңіл ешігін кім қағар? Қаршы. Бисмиллахиррахманиррахим. Кеттім. Ұзақ жүрме?
Соғаннысын пішіресің бар. Жарар. Доча, Эльвира, кызым. Здесь я, здесь. Ну ты же не можешь вечно сидеть заперти. Давай сходим с тобой куда-нибудь, развеемся. Там сегодня, говорят, спектакль хороший в театре. Можем на концерт сходить, хочешь? Нинди театр концерт инде ол. Мұндай шақта кіші көрәсі келеміне. Башта кішіге хәл кіртірге керек. Бұлай да диетлармен жафалап бітірді енді өзін. Зря вы так говорите, Марья Мархматулловна. Это же духовная пища. А духовная пища, она иногда намного полезнее, чем вот шпишмаки. Художник должен быть голодный деп та қойынды сен. Аш кішінің ашуы ямандай. Неткен ош келіш елап отыр еді ол. Театрда буфет қоймаслар еді, духовный пища жетсе. Пожалуйста! Ну, пожалуйста. Ну, оставьте меня. Я же все слышу. Қызым, міне мен сен амында үш пішмақ қалдырам, емі? Бұршымайбыз бұтын, бұршымайбыз. Bu durmuşun meşakkatı da şurada var indi. Үйден шығып жүгіресің, кешке қадар. Әлі бір іші, әлі екінші іші келіп шыға. Ondan indi. Bütün günler bir tüslü eylene. Emine bir gün benim ömürlük isimde kaldı. Ol Jay'nin bir ısı günüydü. Qarılık. Ol günde men işten de aşağı bırak. Nersedir sizgen samarra qaytkan edim. Qaytsam әтең біле әнең үйде басып тұралар. Олар ауыл тузанына батып біткеннер. Әнеңнің лакированный туфли қарарлық түгіл. Қарасам, қолларында түйіншек. Мен етем, бұнысы неде күштен әшекен. Барып қарасам, кішкене йымғақ болып, сен ятасың қызым. Зәңгәр көзләрің ашық. Иyalamайсың да. Шунда мені көргәш,
Елмайып та қойдым ғой әлі. Әне шул күннен башлап сен меңа яғымлырақ қарай башладың да енді қызым. Башқа кішілер келсе, сен бит қиынға кіші кетірбесің. Бірәрсі келсе, әбей деп күнә түгіл. Әбейке, әнеке, әтеке деп тізесің гіне түгілерге. Әміне, бабайке деп бір қашанда қаршы айтканың болмады қызым. Керісінше бірәр сөккелетсе, көзлеріңі мүлдір әтіп, менің янға келедірін қатырысың ма? Әлі, кәшіңді де шыңа үйреттің бет. Ол, ауызларын ашып, ақырып еласа, қолларына тұтып, менің янға келе тұрған ең. Алланың рахметі, нешек кіра ярсып жыласағыз да, кесізленсәңіз де, менің алға мені бұтырғаш, тынышланайды кез. Міне бұлардың барысында сеңа бір кімді үйретмеді қызым. Сен сабай шақтан көріп өстің. Кіші ауырлық келгенде ялғызы қалыға тиішті күн. Оның yanında аңнарлық, дәшмешігіне тыңнарлық, керек уақытта юатырлық кіші керек. Әлі қашанғыда еденде бітірілген екі емғақ кім кейдігіз. Әнән еші көсіп жеттігіз. Марат та егіт болып келейінні. Әсен бой жеткен қыз. Міне, көңілін гіне шол қыз шақнақы шекілі қазір ярарланырға тұра. Бабай. Я ему сказала, что я беременна. А он сказал, что Окшабире и аборт сделать. Ярар қызым. Бала болу әйбәт бетінде. Әне, көп мұн қатын қыз. Бала таба алмай тілмәрі қазір. Өстіребіз баланы. Елді әшіп шығылмеділер бет. Сен бұршылма ғана қызым, бұршылма. Нет, бабай. Я ему просто так сказала. Я хотела его проверить, потому что он не нравился маме и бабушке. Я же думала, он меня любит. А он? Ярар қызым, ярсыма. Ойыннан, оймақ шығайынды. Дұрыс үшлегенсің. Біздіңше болған қызым. Бір сөйлешкенсің, но конкретно. Серьезно? А как же? Әдем баласын ішіннен білелер. Жөнлі ер, өзінің сүйген ярын ауыр халде қалдырмай қызым. Бір жойын таба,
Сен тең кіші болмаған ол қызым. И как теперь быть? Қызым, сенға дегені тауылар. Әне? Біреу ішік түбінде визиткісінде қалдырған. Алмаз деген. Әбейің ішідір енді бұл, әбейің іші. Қызым ауыз етеді. Эх, Вика, Вика. Тәмлі ме, қызым? Ей, Шварценеггер. Қоя кеттің әлі сен компьютеріңа ташлап? Я покажу ему, как с моей сестрой общаться. Он же тебя прибьет. Посмотрим. Бабай, ты это только әнелерге не говори, ладно? Жоқ, айтмеймін олам. Әлі мен де сенің білен барам. Әйде, мұнда отырып тұр. План құрамыз. Ну, не шли біз. Қазір іш пішмаға шейбіз. Онда күш шейіп барға керек. Кім келді екен енді тағы? Olmazdыр енді. Бабай. Міне балалар, әбейге жоққа пішірмегендер көш пішмақмын. Әйдәгіз қары, асқа түшіп, тәмініп шай ішеміз де, бітіп та кетер пішмақ. Кім келгенін де білірбіз. Харис! Харис! Түшірі! Әбейгізін дәші. Таушы бек бір жолы іш пішмағы кемеді мекен. Әйдәгіз әлі балалар. Қаршағанда іш пішмақларын күйейінді сенің не дейіз шаққанмында? О, Харис Эфенди, в кругу любящей семьи. Хорошо выглядишь. Хлебом с солью встречаешь. Смотрю, шрамы на тебе как на собаке заживают. Что молчишь? Не рад меня видеть? Здрасте. А вижу, рад. Сейчас скажешь, не помнишь меня. О, актер. Да ему в театре играть нужно. Сбитый ходишь? Молодец. Мужчина должен защищать свою семью. Я тоже в юности начинал с бейсбола. Много эта бита повидала. Ой, Харис, кімдерсің бұлар? Сенің яңа келдік дейлер бейді. Тише, бабка. Не кипишуй. Молодые люди, вы разве не видите, что папа вас не знает? Или не помнит? Мы тоже вас не знаем. Вообще вы находитесь в чужом доме, и я сейчас вызову полицию или участковую. Да вызывай. Мы же ничего плохого не делаем. Ты же нас сам, Харис, пригласил. Мы сейчас только свое заберем и уйдем. Сізге рюкзак керектір. Менде башқа нәрсе жоқ. Қазір алып келемін. Давай, дед, не напрягай. Стой. Ты этот фокус уже проделал. Вот. Девочку отправь. Қызым, Эльвира, Араттың ұйқы бөлмесінен шаршау артында рюкзак бар шын алып түсті езген айым. Давай, Эльвира, побыстрее. Не хотелось бы эту прекрасную гостиную пачкать. Пойдем, присядем.
Папочка родненький, пожалуйста, возьми телефон. Ну, хотя бы один раз в жизни. Я же тебе не каждый день звоню. Ну, папочка, ну, пожалуйста. Блин. Завидую я тебе, Харис. Тишина, спокойствие, домашняя еда. Егетлер, бәлки урамға шығып сөйлесейік. Мұнда бит қатындар, балалар қорқалар бит. Әйдәгіз шығарбыз. А чего напрягаться-то? Ничего же не происходит. Бояться будешь тогда, когда не вернешь то, чего мне нужно. Алмаз. Алло? Алло, Алмаз. Алмаз, здравствуйте, это Эльвира. Какая Эльвира? Ну, Эльвира, у нас еще дедушка нашелся. Ага. Да, Эльвира, что-то случилось? Алмаз, а вы можете к нам заехать, пожалуйста? У нас здесь очень странные гости. Вы их знаете? Нет, мы их не знаем. Нам очень страшно. Все, ждите. Скоро буду. Рюкзак. Эльвира. Бар болған шушында. Менде башқа нәрсе жоқ. Харис. Как мне все это надоело. Ты чего мне опять мусор суешь? Забыл? Вспомни. Потерял? Найди. А то, что мое, вынь да положь. Да что вы себе позволяете в конце-то концов? А ты ничего. Темпераментная. Только громкая очень. Hocalar idemi? Hey, ışıklarınızda kaplarınızda aşık. Кто это? Это мой парень. Позови. Любимый, заходи. Мы в гостиной. Понял, иду. О, вот вижу гости. Здравия желаю. Как дела? Дела у прокурора. А мы в гостях. Старого знакомого пришли проведать. Издалека? Документы можно посмотреть? Да мы как-то в гости без документов ходим. Ну, если надо, командир. Хотя мы чай уже попили. Очень вкусно было. Рад был видеть тебя, Харис. Ну, как говорится, Курышер Бусаля. Срок тебе неделя.